сахнада ұйымдастырдық. Арада 5 жыл салып Астанаға келіп отырмыз. Біздің ұйымдастыруымызда көптеген конкурстар бар. Шетелде көбінесе біздер Алматыда көбінесе ұйымдастырамыз. Біздің артық тұсымыз да бар, кем тұсымыз да бар. Оны қатысушылар, оны жетекшілер бағалап жатады. Әр айтылған пікірді біз қабылдап отырамыз. Енді бірінші ұйымдастырушы ретінде, кәсіби музыкант ретінде, әнші ретінде жалпы айтатыным ата-аналар, құрметті жетекшілер, балалар, қатысушылар ойнап жатқан уақытта, өнер көрсетіп жатқан уақытта сахнаға шығуға, сахнаның алдында жүруге болмайды. Сахналық мәдениет деген бар, ата-аналар, соны ескересіздер. Мына бала ойнап жатып, ән айтып жатып, шығып атсыз, кіріп атсыз, бір шықсаңыз жөн, жарайды, бір жағдайлармен. Сіз 2 рет, 3 рет шығып, мына жерде баланың айтып жатқан әніне бала шашалып та қалды. Балаға кедергі жасайсыздар. Осындай нюансты ескеріңіздер. Келесіде мейлі басқа бір конкурсқа барыңыз, сахнада өнер көрсетіп жатырма, 3 минут тоқтай тұрыңыз, содан кейін барып шығып отырыңыз. Сахналық мәдениет деген бар. Одан кейін екінші аспаптық номинация, вокал номинациясы бойынша репертуар таңдау мәселесі өте кірпияздық танытады. Осыған мән бересіздер. Үшінші сахналық мәдениет, сценический образ дейміз. Осыған беріп отырған шығармаңызды баланың сол деңгейі жетіп тұрма, соған мән беріңіздер. Бала мына адай мысалы қазір сондай танымал болды ғой жас балалардың ойнауында. Бірақ сол адайды баланың деңгейін көтеріп жатыр ма, мазмұнын ашып жатыр ма, драматургиясын фильм беріп жатыр ма, ол жоқ. Общий фоны бар, бірақ қазір балға келген уақытта көп жетекшілер, ата-аналар келіспей жатады. Адайды беру өте ауыр күй, оны ескересіздер. Өзі бала жасына сай күйлер бар, соны таңдап берсе, бала осы жерде жақсы орындап берсе, сол жақсы. Әлде де солай. Енді бір қуантатын жай, бірнеше конкурстарда жүр. Бүгін мына эстрадный вокалдық кішкентай балалардың барлығы дауыстарын көрдіңіздер ғой, таза түсіп жатыр. Бар бір-екі жерде, бір-екі саран, толынан тональностан тайып бірақ көбінесе бүгінгі эстрада вокалда біздің көңіліміз толды. Бір шапалақ соғайық эстрада вокалы. Енді хореографияны жаңа Әділқазы өзі бағалап жатыр. Аспаптық номинация бойынша дәл солай баға беріп жатыр деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі конкурс бойынша менің пікірім өзімде, жетекшілер келіп жеке пікір алмасам десе